Мажидова Макка Қобда ауданының Сарбұлақ орта мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Биыл қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы ұлы ақын Абай Құнанбайұлының шығармалары кеңінен насихатталуда. Даналыққа толы Мұхтар Әуезовтың 4 томнан тұратын Абай жолы роман-эпопеясын оқып болдым. Өте тартымды, қызғылықты еңбек. Мен Сарбұлақ ауылдық модельді кітапханасының оқырманы ретінде жастарға ұлы ақынның қара сөздерін, аудармаларын, шығармаларын көбірек оқуға үндеймін. Мұхтар Әуезов Абай жолы, бірінші кітап, жолда. Бейуақ еді. Кеш қараңғылығы қоюланып келеді. Үлкен үйдің бұрыш-бұрышынан қарауытып, түн туып, тұтасып келе жатқан тәрізді. Жидебайдағы қыстаудың ең үлкен бөлмесі осы. Кілемді, текеметті, алашалы, көрпелі, меймандос мол үй. Абайдың кәрі әжесімен өз шешесімен бірге тұратын үйі осы еді. Әлі шам жағылған жоқ. Жұрттың көбі тыста мал жайлап жүр. Кең үйдің ұшы құлазығандай, дағдыдан тыс оңаша. Шыңғыс жаққа қараған терезенің алдында қос тізерлеп, екі шынтағын терезенің алдына салып, иегін қолдарының үстіне қойып Абай отыр. Бұдан басқа оң жақта жер төсектің үстінде бала уатқан Зере бар. Тізесімен тербетіп отырғаны айғыздан туған немере қызы 3 жасар Кәмшат. Кәрі әже күндегі машығы бойынша бесік жырын айтады. Өте бір өзгеше ескі жыр. Абайдың өз әжесінен басқа ешкімнен естімеген жыры. Бірақ кәрі әжесінің өзіндей соншалық жақын, ыстық, сүйікті жыры. Кішкентай күнінде Абай өзі де кеш сайын осы жырдың тербеуінен ұйықтайтын. Сол күндерден бір ырғағы ауыспаған, бір сөзі де өзгермеген. Ана жүрегіндей айнымас жыр. Осындай қоңыр кештің қоңыр күйі. Бейуағына жеткен әженің өмірлік көй-көйі. Сырт қарап отырған Абай әженің кейде шерлі, кейде мейірбан рақым күйін өзін тербетіп отырғандай сезеді. Аяқталмай созыла түссе екен дейді. Осы қыстауға қонғаннан бері кеш сайын Абай ешкімге білдірмей, елеусіз ғана әжесімен оңаша қалады. Неге қалатынын әжесі де айтпайды. Жалғыз ақ кеш батып, қораға мал келетін уақытта қалғанда, кіші шешесі Айғыздың үйіне барып, мына кішкене қарындасы Кәмшатты көтеріп, еркелетіп, ойнап жүреді де, ақырында әжесіне әкеліп береді. Кәмшат тез ұйықтамайды. Қазір де ала көлеңкеде кәрі әжесі байқап отыр. Ән тоқтай қалса, кішкентай қыз қарақаттай қап-қара көздерін ашып алады. Ұзын кірпігін ұйқылы ояу қағып, тағы айт дегендей қыңқылдай бастайды. О да құнығып алған. Осындайлық бейуақ шағын Абай әрқашан үнсіз жым-жырт қана өткереді. Өзімен өзі ғана болуын сүйіп, саяқ қалады. Егер ол кей күндер бұл шақта тыста болса, жапа-жалғыз төбе басына шығып кетеді. Қыр кеші бұның бір ұғымсыз әміршісі, сүйсіндіре мүлгіткен зор мұндасы тәрізді. Құлағы әжесінде, екі көзі сонау алыс көктау, қатпарлы қалың шыңғыс жотасы қыдырады. Жидебайдан 20 шақырымдай жердегі шыңғыс кешкі шақта ымырт жабыла, көкшілденіп, суық тартып алыстай береді. Жайын күштің жотасы тәрізденген қалың ауыр жоталар мен қатаң суық серек тастар болсын, баршасы да жым-жырт қана сілейіп, түнге бейім ұсынып барады. Соңғы күндер ол таулар да не хал болып жатыр. Бұл ауылға әзір мәлім емес.